Елордада қаржылық мониторинг агенттігінің қолдауымен АФМ онлайн конференциясы өтті. Онлайн режимдегі пікірталасқа еліміздің 35 жоғары оқу орны мен 20 мыңнан аса студент қатысты. Алматы облысының экономикалық тергеп-тексеру департаментінің өкілдері Қазақ ұлттық педагогикалық университетінен байланысқа шықты. Ауқымды іс-шарада қаржы пирамидаларын тану, халықты қаржылық сауаттылығын арттыру мәселелері талқыланды. Жауаптылардың айтуынша, соңғы уақытта өңірде интернет алаяқтыққа қатысты жағдайлар көптеп тіркелуде. Айта кетейік, биыл мұндай қылмыспен айналысқан 10 сайт және 180 чат бұғатталған. Алматы облысы бойынша экономикалық тергеп-тексеру департаментіне көптеген арыз-шағымдар түсіп отырады. Олар қаржылық пирамидаларды құру және оларға қатысушылардан көп түседі. Сонымен қатар интернет алаяқтық деген бар қазір. Бүгіндік жүргізіп жатқан форумның нақты осы мақсаты халыққа осы қылмыстардың жалпы қалай алдын алу керек екен, қалай осындай қылмыстарға жеңіл жолмен түсіп қалмау бағыттарын көрсететін боламыз.